Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін Опипайдан пирожный дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Сіздермен Әйгерім Шантемірқызы. Ал енді пирожныйға керекті заттармен таныс болайық. 3 жұмыртқа, шекер, бөлме температурасындағы сары май, ұн, қоқсытқыш және какао. Ұн міндетті түрде ел-кезектен өткен болуы тиіс. Ал енді ыдысымызды дайындаймыз. Миксердің насадкалары міндетті түрде құрғақ болуы тиіс. Ыдысымызда міндетті түрде құрғақ болуы тиіс. Ең бірінші жұмыртқа мен шекерді жақсылап араластырамыз. Жұмыртқа мен шекер аппақ болып көпіруі тиіс. Миксердің қатты жылдамдығында араластыратын боламыз. Біздің шекеріміз ерігенге дейін. Бірақ кей жағдайда көбірек араластырып, біздің корждарымыз көтерілмей қалуы мүмкін. Сол себепті де өзінің шамалы мөлшерінде араластыруымыз тиіс. Жақсылап араластырып болғаннан кейін сары майды бірнеше бөлікке бөліп саламыз. Оны да біркелкі массаға келгенше жақсылап араластырамыз. Миксердің қатты жылдамдығында. Жақсылап араластырып болғаннан кейін біз құрғақ консистенцияларымызды бір-бірімен біріктіреміз. Ел-кезектен өткен ұнымызға қоқсытқышты, какаоны салып, жақсылап біркелкі масса болғанша араластырамыз. Араластырып болған құрғақ консистенцияларымызды біздің сұйық массамызға бөліп қосамыз. Яғни бір салғанда 2-3 қасықтан саламыз. Одан кейін миксердің жай жылдамдығында араластырып шығамыз. Араластырып болғаннан кейін осы біздің дайын болған тестамызды пакетикке салып шығамыз. Барлығын салып болғаннан кейін біздің арнайы коржиктерді белгілі бір мөлшерде дөңгелек формаға келтіріп, біздің пергамент қағазымызға сызып аламыз. Одан кейін сол форма бойынша осылай біздің корждарымызды құйып шығамыз. Ал біз корждарымызды 180 градуста 7 минуттан пісіріп аламыз. Өте тез пісіп қалады. Оның піскен-піспегенін таяқшаның көмегімен біле аламыз. Таяқша егерде құрғақ болып шығатын болса, онда піскен. Ал егерде қоймалжың жабысқақ күйінде болатын болса, онда әлі піспеген болып табылады. Ал енді біздің корждарымыз дайын болам дегенше біз кремін дайындаймыз. Бізге қант ұнтағы және виппак керек болады. Ыдысымыз құрғақ, насадкамыз, яғни миксердің насадкасы да құрғақ болуы тиіс. Бірінші виппакты құйып аламыз.
Одан кейін үстіне қант ұнтағын саламыз. Егер де қант ұнтағы болмаса, шекерді салып араластырсаңыздар да болады. Миксермен осылай жақсылап араластырып аламыз. Ал енді біздің креміміз дайын болды. Енді корждарымыздың арасына жағып шығамыз. Осылай ретпен корждардың арасына жағып болғаннан кейін бір жарты сағатқа холодильникке қоямыз. Міне біздің корждарымыз дайын, өте әдемі әрі дәмді. Сіздер де жасап бағасын беріңіздер. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, подписаться батырмасын басып, лайк, коммент қалдыруды ұмытпаңыздар. Егер видеоларымды үнемі бақылағыларыңыз келсе, қоңыраушаны да басып алыңыздар.